алдымен психологиялық ахуалға кезек берейік. Балалар бір-бірімізге үш топ, бір-бірімізге физикалық терминдерді пайдаланып, физикалық комплимент айтамыз. Физикалық тілек айтып, сабағымызды бір қызықты, жақсы көңіл-күймен бастайық, бір мотивациялық минута болсын. Кім физикалық терминдерді пайдаланып, қандай тілек айтады? Бастайықшы. Инаят айтады. Дина, сен Ньютонның бірінші заңы сияқты әрқашан тұрақты және болжамды. Керемет. Әрқашан тұрақты және болжамдысың. Дина, сен қандай не айтасың? Айару энергия тасымасын әрқашан көңілді бол. Энергия тасымасын әрқашан көңілді бол. Айару, сен қандай айтасың? Сен жайып келесің, күн сәулесі. Жарық көзінде күн көресің. Айгеркем, айта берші. Инаят, күш қуатың мол болсын. Сенің ойың сыртқы күш сияқты кез келген ортаға өзгерсе білсін. Айша, қандай тілегің бар? Заряд, өміріңде тек ол зарядтар басым болсын. Роза, қандай тілегің бар? Сен менің көңіл-күйімді көтеретін жарық көзсің. Дұра, сен менің көңіл-күйімді көтеретін жарық көзсің. Қандай керемет балалар. Осындай көңіл-күймен сабағымызды жалғастырайық. Балалар, олай болса, кезекті топқа бөліп алайық. Топқа бөліп және бір өз-өзімізді бағалаймыз. Қазір мен сендерге мынадай электр шамы әдісі арқылы жасалған бағалау парағы және топқа бөлу парағын беремін. Сендер мына жерде тұрған QR-кодты сканерлеп, өз-өздеріңді артына бағалайсыңдар. Қазір әр тапсырма бойынша дескриптор беріледі, сол бойынша өздеріңді бағалап, мына жерге аттарын жазып, мынаны сканерлеп топқа бөлеміз. Олай болса, бәріміздер бірден телефонымызды алып сканерлейміз, әрқайсымыз өз топқа. Ал енді балалар үй тапсырмасын Зейкрет платформасы арқылы дайындадым. Қазір мен сендерге осындай үй тапсырмасын және өткенді қайталау мақсатында 20 сұрақтан тұратын тест беремін. Және осындай жауап парағын беремін. Сендер мына жақтағы тесттің жауабын мына жақта жауап парағына белгілейсіңдер. Мен осы жауап парақты сканерлеу арқылы жылдам кімде қанша балл, қанша сұраққа жауап бергенін айтамыз. Олай болса, қазір мына жаққа жауап парақ берейін. Кімде жетпей қалды айтыңдар, бір-бірден алып фамилияларыңды жаза беріңдер. Бір-бірден алып фамилияларын жаза беріңдер. Фамилиямызды жазып белгілей береміз. Жылдам. Ручкамен бердіңіз, балалар бояды. Или фломастермен боясыңыз, фломастермен бояды. Ал жауабымызды алып белгілейміз. Жауап парағымызды белгілейміз. Фамилияларын түсір. Тапсырмасын белгілеп болсаңдар, мен жауап парағын сканерлеп, сендерге кім қанша балл алғанын айтайын. Мына топтан бастайық, иә? Қазір. Ахмет Бегинаят. Ахмет Бегинаят, 20-дан 20. 100 сұрақ. Жарайсың, Инаят. Так, Батырдікін жалғастырайын. Мұқан Батыр. Мұқан Батыр, 20-дан 20. 100 сұрақ. Жарайсыңдар, балалар. Мына топтан бастайын. Аға Төленбай Аружан 20-дан 20 100 сұрақ. Керемет. Мына жақтан бір белгілі жерейін. Закир Аяру 19-дан 20-95%. Бірсіна қате болыпты, е? Мына жақта Нұрайды белгілі жерейін, е? Сатарбай Нұрай 20-дан 20 100 сұрақ. Керемет. Дина Бред. Дина, фамилияң неге жазбағансың? 20-дан 20 100 сұрақ.
Өте жақсы. Ал енді балалар, жаңа тақырыбымызды ашып алайық. Қазір мен сендерге жаңа тақырыпты ашуды Flipitinet платформасы арқылы ұсынамын. Балалар, сабақтың тақырыбын анықтау үшін мен сендерге Flipitinet платформасында жасалған осындай адасқан әріптерді ұсынғым келіп тұр. Мына физикалық терминдердің дұрыс жауабын мына жерге жазу арқылы қандай санда қандай әріп тұр астына тіземіз. Астында тізілген, астында шыққан сөз бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Кеттік балалар. Жаңа бір-бірімізге барып жіберейік. Сабақтың тақырыбын осы арқылы ашамыз. Атын самадан берейікші, жылдам. Ал жылдам жазып тастайық. Қандай сөздер адасып кеткен, соны астыға. Кімде қандай сөз шықты, сол сөз сабақтың тақырыбы. Кімде қандай сөз шықты, кім айтады? Айкөркем айтшы. Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Ержігіт айтшы. Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Дина, сенде қандай шықты? Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Жарайсыңдар балалар. Расымен де бүгінгі сабақ математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Балалар, сабағымыздың мақсаты математикалық және серіппелі маятниктің қандай параметрлерде тәуелді екенін тәжірибе жүзінде анықтау, математикалық және серіппелі маятниктің периодын анықтайтын формулаларды есептерде қолдану және математикалық және серіппелі маятниктерді пайдаланып тербеліс айырмашылықтарын табу. Олай болса, жаңа сабақ бойынша видео қарап жіберсек. Физикада маятниктен серіппелі жүйе тербелмелі қозғалысты зерттеуге қолданылады. Математикалық маятник жіпке ілінген кішкентай жүктен тұратын жүйе. Маятник тепе-теңдік күйінің маңында алға және артқа тербеледі. Маятниктің бір толық тербеліс жасау уақыты период деп аталады. Математикалық маятниктің тербеліс периоды тең екі пи түбір астында ұзындықтың еркін түсу үдеуіне қатынасы. Тематик маятник сағат механизмдерінде қолданылады. Ол уақытты дәл өлшеуге көмектеседі. Маятниктің бір қалыпты тербелісі сағаттың дұрыстығын қамтамасыз етеді. Математикалық маятник ауырлық күшінің өзгерісін анықтауға көмектеседі. Ал ауырлық күшінің өзгеруі жер астындағы пайдалы қазбалармен кеннің бар екенін көрсетеді. Кен жоқ жерде ауырлық күші бір қалыпты, ал кен бар аймақта ауырлық күші сәл артады. Маятник тезірек тербеледі. Серіппелі маятник серіппеге үлкен жүктен тұрады. Жүк көмек тартылған кезде серіппе созылады. Оны жіберсек, жүк тербелмелі қозғалыс жасайды. Жүк тепе-теңдік. Балалар, дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Бағана видеода қарағандай жаңа тақырып бойынша математикалық және серіппелі маятниктің анықтамасын және осы математикалық және серіппелі маятниктердің формуласын дәптерімізге жазамыз. Енді топтық жұмысқа кезек берейік. Мен сендерге қазір осындай вен диаграмма ұсынамын әр топқа. Сендер не істейсіңдер? Математикалық маятниктің сипаттамасын жасайсыңдар, серіппелі маятниктің сипаттамасын жасасыңдар және ортасына екеуінің ұқсастығын жазасыңдар. Осылайша топтық жұмысты қазір таратып берейін. Қатысты емес суретті анықтайсыңдар. Артығын тап деп аталады, сергіту сәті болсын. Мына әр топқа бір-бірден артығын тап суреттер берді. Қай қатарда қай тербеліске қатысы жоқ сурет, соны анықтайсыңдар. Бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Балалар, жылдам оңай ғой тапсырма. Жылдам жауабын айта берейікші. Дұрыс айтасыңдар.
балалар артықты. Дұрыс. Мына жақта не істеңдер? Қоршақтыңдар ма? Жарайсыңдар. Инаят, сендер де болдыңдар ма? Қоршақ немесе X-ті белгіледіңдер ма? Ал кеттік. Бастайықшы. Мына жақта Бірінші қатарда орындық тербелмейді, екінші қатарда шарик тербелмейді. Көрсете қойшы. Сендерде мына топ, сендерде қандай тербелмейді? Бірінші қатарда компьютер тербелмейді, ал екінші қатарда интернет. Жарайсың. Үшінші топ. Бірінші қатарда доп тербелмейді, екінші қатарда кітап тербелмейді. Суретін көрсете қойшы. Доп тербелмейді, кітап тербелмейді. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі оқулықпен жұмысқа, жеке жұмысқа кезек берейік. Балалар, кітабымызды ашамыз. 26-шы жаттығуда бірінші есепті қай топ? Мына жақта үшінші топ, екінші есепті екінші топ, үшінші есепті бірінші топ шығарады. Жеке жұмыс оқулықпен, дәптермен жұмыс болсын. Дәптерімізді ашамыз, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Балалар, есепті шығарып болсақ, қазір мен экранға дұрыс жауабын шығарамын. Сендер осы дұрыс жауап бойынша өздеріңе дәптерлеріне тексеріп, бағалау парақтарына берілетін дискриптор бойынша балды бояп шығыңдар. Бірінші есептің жауабы, балалар 3 герц шықты, дұрыс па? Екінші есептің жауабы, балалар 30 ньютон бөлінген метр шықты, дұрыс па? Үшінші есептің жауабы, үшінші есепті қай топқа бердім? Бірінші топқа бердім. Сендерде жауабы осылай экрандарда шықты ма? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, қазір соңғы сабақтың бекіту тапсырмасын көрсетейін. Сабақты бекітеміз балалар. Шын жалған әдісі бойынша сабақты бекітеміз. Қазір сендер өздерің телефондарында алып, QR-кодқа сканерлеп, шын жалған әдісі бойынша сабақ бекіту бойынша 4 сұраққа жауап береміз. Кеттік әлі. Телефондарында алыңдарда, мұна QR-кодты сканерлеп жауап берейік. Жылдан сканерлегенде. Шын жалған әдісі бойынша сабағымызды бекітеміз. Қайтадан белгілеңдерші. Ал балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сабақтың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Себебі сабағымыздың мақсаты формулаларды есептерде қолдана алдық, шығара алдық. Ал енді кімде қанша балл әрқайсымыз кері байланыс беріп жіберсек? Қанша балл? 10 балл. Айдар қанша балл сенде? 9 балл. Инаят қанша балл? 10 балл. Арушан қанша балл болды? 9 балл. Балалар, олай болса жарайсыңдар, бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Енді осы сабақты кері байланыс жасап аяқтасақ. Қазір экранда сабақты түсінсеңдер жасылға, сұрақтарың болса сарыға, сабақты мүлдем түсінбесеңдер қызылға басыңдар. Ал басайық экранды. Онда тез уақыт алмай. Bir okuşlar buradan. Ekiyoruz. Şu. Балалар, олай болса, Мен математикалық тербелістің тербелісін білемін. Серіппелі маятниктің тербелісін түсіндім. Ол білімді қолдана аламын. жарайсыңдар балалар, сабақты түсіндік. Беріп жіберейін. Үй тапсырмасы балалар, жеке тапсырма. Тақырыпты жақсылап оқимыз. Мына QR-код бойынша сканерлеп суретке түсіріп алыңдар, сол видео сабақты қараймыз және жаттығу есептерін аяқтаймыз. 26-й үй жаттығуды аяқтап келеміз.